көптен күткен сұхбат. Бүгін тағы да көз тимесінің бір ойыншысы менің қасымда отыр. Ол бәріңіз сағынған, бәріңіз сұхбатын күткен Азамат Сәдуақасов, кішкентай Азикон біздің. Қош келдің. Рахмет, Зарина. Бірінші сұрақ мен қойшы. Неге именно көптен мені күттің? Өйткені сенің сұхбатыңды бір кішігірім жаңағы түсіріп жүрдік қой Инстаграм, ТикТокқа. Соны салғаннан кейін біздің охватымыз көтерілді. Да. Сосын адамдар жаза бастады. Толық нұсқасын қайдан көрсек болады? Қайдан Азаматтың сұхбатын тыңдасақ болады? Деген сияқты да. Содан кейін ойладым, енді демек Азамат халыққа қызық, демек көргілері келеді, естігілері келеді деген сияқты, сондай ой. Әдемі. Так, екінші сұрақ деп сұхбат жүргізді. Азамат сұхбат алып кеткен ба? Иә. Енді Инстаграмды, ТикТокты көрмейтін адамдар ол сұхбатты көрмеуі де мүмкін ғой. Сондықтан басынан бастап сұрауыма тура келеді. Бұл ютубқа шығатын сұхбат болғасын, бұны басқа адамдар көретін болғасын. Қайтып оралайықшы анау 2005 жылдарға, иә. Көз тимесін аты сол кезінде аңызға айналған команда болды. Сен командадағы ең кішкентай, бірақ ең талантты ойыншылардың бірі болдың. 2006 жылғы ойындарда жүрсің, 2007 жылы жүрсің. Содан кейін, білмеймін, ары қарайға архивтардан таппадым. Сосын тағы бір рет біреудің концертін жүргізген кезде бір үлкен уже жігіт кезінде көріп қалдым бір ойында. Болды, ары қарай жоқсың. Аяқ астынан командадан кетіп қалуыңа басты себеп ол әкеңнің қайтуы, солай ғой? Жоқ, ол олай болған жоқ. Біз енді қателеспесеміз 2000 жылдар, 2001 жылдар ма? 2000 жылдар болу керек. 2000 жылдар жалпы КВН деген ойынға келдім ғой мен. Қалай келдім? О қызық па, айтып берейін ба қалай келгенімді? Қалай келдім? Мен 5 жасымнан бастап, по-моему, есімде болса енді. Примерно 5-6 жасымда бізде Шымкентте Отырар деген телеканал болатын. Сол телеканалға ата-анасыз 1 сағат деген, час без родителей деген бір кішкентай балаларға арналған программа болатын. Сол программаға жүргізуші болып барам. Ведущий болып, сол жерде бір өзімнің бір кішкентай рубрикам бар. Сол рубриканы жүргізем. Сөйтіп, Есін ағамен, Есін ағам дәнекер емес, Есін аға байқап қойған. Мен жаңағы көріп қалған ғой бір программасын. Сол программаны көріп, сосын 65-ші мектепте оқимын ол кезде. Сөйтіп мектепке келіп, бізді КВН-ге тартты ғой. Ол кезде КВН деген не екенін білмеймін. Нешедесің? Так, 3-ші класспын ғой деймін. 10-11. Иә. 7 жасымнан бастап жаңа неде істеп жүрдім. Отырарда сондай. Отырарда бір 4-5 жыл жұмыс жасаған екенмін. Жұмыс жасағанда қалай ол жерде айлық төлемейді бізге. Просто жүргізесің. Сөйтіп әке-шеше мен сол кездері айтатын, айлық деген сұрама, ешкімнен ақша сұрама. Бұл чисто жүргіз. КВН, кейін КВН дегеннен болды. Ояқтан да ешкімнен ештеңе сұрама. Ойнай бер. Қолдады. Иә, жалпы анам андай ғой, алып жүретін ғой мен. Ерінбей, жаңағы жүргізушілікке, ән айтатын ол кезде. Мен бірінші ұстазым. Естідім караокеде. Иә, бірінші ұстазым Заттыбек Көпбосынұлы болған. Шынымен. Иә, күлесің сен. Домбыра тартып терме айтасың ба сен? Жоқ. 71-ші мектепте оқимын. 1-ші класс, үйімнің жанында 71-ші мектепке барам. Сол мектепте Заттыбек ағайым ән күй деген сабақтан сабақ береді. Сөйтіп сол кісі 1-ші классқа барғанымда мен жаңағыны ән айтқызып көреді класстың ішінде. Сөйтіп енді бір дауыс мұнап қалған болар. Сөйтіп мені алады да, бізде Шымкентте балауса деген конкурс болатын, соған дайындайды. Сөйтіп сол конкурсқа қатыстырады. Содан жаңағыдай ән айтып жүрем. Сосын жаңа телеканалға барғаным бар. Сонымен енді Есін ағаның өзіне көрініп қалған ғой примерно. Сөйтіп жаңа 65-ші мектепке дәнекер екеуі келіп, сөйтіп жаңа КВН деген ойнайсың деді ғой маған. Ол не ол дедім. Сөйтіп түсіндірді, осындай. Сөйтіп мен үйге барып айттым. Болды, ойнай бер деді. Үйдегілер де түсініп тұрған жоқ оны. Главное әйтеуір баратын жер болса болды, апара беретін еді сол кезде үйдегілер. Болды деп сөйтіп
КВН деген жаңағыдай ойынды ойнап көрем деп шештім. Сол жерде дайындалдық. Бір 2 аптадай ма дайындалдық. Дәкең жаңағы дәнекер дайындады біз. Сөйтіп жаңағы бірінші ойынды фосфорник деген бізде Шымкентте зал бар. Сол жерде ойнадық. 2-ші орын алдық. Сол кезде 1-ші орын 64-ші мектеп алды. 2-ші орын біз алдық. Сөйтіп сол ойында енді бір жақсы ойнап қалғаным бар шығар. Сөйтіп дәнекер келіп, сразу жаңағы айтты маған, 1 аптадан кейін біз Алматыға кетеміз. Сол кезде өзіміздің жігіттер деген команда екен дәкеңдер. Сол кезде білдім мен. Сөйтіп Алматыға бізбен бірге барасың. И как раз финалға өтіп қалған екен өзіміздің жігіттер. Сөйтіп сол өзіміздің жігіттермен барып ойнайтын болдым финалды. Еще капитанский оқитын болдым. Капитанский деген конкурс бар екен. В общем, дәнекердің баласы болып ойнайтын болдым ғой мен. 2001 жылы болу керек сол. Өткенде подкасттың түсірілімі кезінде дәнекер Азаматтың маған реніші бар сияқты. Бала күнінде алып өнерге алып келдім да кейін ұмытып кеттім бұл баланы. Ұмытып кеттім емес, кейін өзіммен жетелемедім дегендей қылып тұр ғой енді. Шын мәнінде реніш бар ма сенде? Жоқ, мынандай ғой, реніш болған менде ше. Бір кездері. Бір кездері тек оған ғана емес, бір кездері бүкіл балаларға реніш болған. Көз тимесінге де реніш болған. Есін ағаға да реніш болған. Бір кездері. Сөйтіп кейін енді андай ғой, есейіп, кетіп кейін бір ойланамын, мен несіне ренжимін деймін де. Әркім өзінің жұмысы бар. Әркім өзінің тірлігі бар. Жоқ, ол кезде неге ренжідің? Ол кезде сондай ғой, зәнәшім мынандай ғой енді. Мысалға жаңағыдай сені бір 10 жасынан алып кетіп, 4-5 жыл сенімен айналысып, сосын 14 жасында просто хабарсыз кетіп қалса адамша. Мен 14 жасымда ары қарап не істеп кетуім керек, мысалы. Менің енді мені бір сабақтан бөліп алып шығып, оқуды уже ары қарап оқуды да қатырмайсың ғой, өйткені жарты уақытың КВН-мен өтіп жатыр деген сияқты да. Сөйтіп анау неден де шығып кеттім ғой мен. Телеканалдан да шығып кеттім, әнімді де қойдым. Сөйтіп жаңағыдай 4-5 жыл ойнап, ары қарап не істеймін? Ары қарап мен ойнадым, ана колледждің кезінде 1 жылдай ойнадым. И болды. Сонымен просто менде андай жағдай болып қалды да, ол кезде 14-15 жаста не істейсің? Переходной возраст. 14-15 жаста саған біреу жол көрсетпесе, сен былай істе деп айтпаса, өзіңмен өзің так мен битем дейтіндей жаста емес қой. Содан кейін сол кездері бір өзімді сәл жалғызсырап қалған шығар мен, сөйтіп сезініп қалған шығармын. Сонымен кішкене реніш болды. Сөйтіп өздеріне айттың ба оны? Өздеріне жоқ, айтқан жоқ. Енді ести ма? Естімейді. Естиді ғой. Олар жаңағыдай ғой, өздері сезеді. Өздері біледі. Сөйтіп мен андай адам емеспін. Біреуге бірдеңе айтып, ренішімді айтып, мен мысалға сол кезде кеткеннен кейін ешқандай жаңағыдай барып бір көмек сұраған да моменттерім болған жоқ. Или болмаса бір қастарыңа тартындаршы мені, әлде маған бүйтіндерші, ондай бір нем жоқ, мінезім жоқ та. Содан кейін просто кеттік болды, сонымен кеттік қой. Содан кейін біраз жылдары еще көріспей де кеттік. Осы мына соңғы жылдары ғой, кішкене көрісіп сөйтіп жүргеніміз. Сөйтіп, бірақ енді бір 2 жыл может ренжіп жүрген шығармын сол кездері. Подростық кезінде. Иә. Одан кейін ренішім басылды. Бірақ ары қарап бір іздеп өйткен де жоқпын ше уже. Может сол ренжіп жүрген кездері бір кішкене көңілімде суып қалған шығар енді. Қайсысы саған ең жақыны көз тимесінде? Көз тимесінде ең жақын деп қалай? Дос, сырлас, барып соған мұңды шағалатын. Шәкен ғой. Чапо. Ол бірінші. Екінші Мәкең. Марат? Мен Достаевпен жақсы араласам. Екеуміз сырласамыз, әңгіме қыламыз, жолығып тұрамыз. Ерлашпен көп жолыға бермеймін. Өйткені Ерлаш жаңағыдай ғой, өкіметтің жұмысына кіргеннен кейін ода бір физический уақыт болмайды. Анамен жолығам, анамен сырласам. Міне осы бір 1-2 жыл болған шығар.
қызметтен босап қайттан кішкене өнерге келем, бірге бірдеңе жасайық деп жүргеннен кейін ғана бір жиі жолығып неғып тұрғаннан кейін әңгімелесіп сөйтеміз. Так былай сол команда тарқағаннан бері Ерлашпен де бір қатты әңгімелесіп бір ондай болмаған. Осы бір соңғы 2 жыл ғой бәрі мен араласып. Жоқ, Шәкеңмен кішкене жұмыс істескеніміз бар. Алдын екеуміз Шымкентте бір-екі нәрсе мутить еткеніміз бар. Не мутить еттіңдер? Енді ол. Жаман нәрсе істеген деп айттың ғой, айтсай? Жоқ, жақсы бәрі. Шәкең красавчик жігіт қой негізі. Айбек, енді Донча, Айбек ол Алматыға кетті, көшіп кетті. Айбекпен де көп жолығамаймыз. Дончамен де солай жаңағыдай, енді білмеймін, енді Шәкеңмен кішкене әңгімем жарасқаннан кейін, сырласа алғаннан кейін Шәкеңмен көбірек жолығып тұрам, Мәкеңмен арасында жолығып тұрам. Көз тимесін үшін. Жақсы, енді өткенде жаңағы енді Инстаграмға біз оны шығардық, әлеуметтік желілерге біз ол роликті шығардық дей тұрғанмен, Спарта туралы. Спартаға кіріп, Белоруссиядағы ойынға кетер кезде барамай қалдым дедің ғой. Өкінішім жоқ дедің ол жерде, бірақ енді қазір шынымен ойлап қарасаң, Спартаның жетістіктерін көрген кезде, шіркін сол кезде барғанымда қазір мен ТМД-ға танымал актер болар едім деген бір ой болмай ма? Әрине, өткенде айттым ба? Мен білмеймін енді, өткенде өтірік айтты деп ойлатсың ба? Жоқ, енді ойланып, кішкене андай. Неужели өзің ойыңа келмейді? Мысалы, мен ойлаймын солай. Енді білем, что егерде деп айтуға болмайтын. Бірақ андай, енді біз творческий адамдарымыз ғой, әшейін қиялдап көрсем да. Әрине, мен мінезім ондай емес. Мен сәл басқашылау адаммын. Менде мүлдем өкініш болмайды. Серьезно. Мен или бірдеңке көріп тұрсам, дұрыс емес нәрсе көріп тұрсам айтып тастаймын, или айтпай болды. Сонымен ондай бір өкініп, мынандай болғанда ше, осындай болғанда күшті болар еді ше деген нәрсе жоқ. Ондай жоқ, мүлдем жоқ. Солай болды. Жаңа біз бардық. И то Спарта дегенде мен олармен даже ойнаған жоқпын. Білем, айттың ғой. Болдық. Дайындалып жүрдік. Жаңағыдай лигаға барамыз деп жүрдік. Сонымен бір жағдай болды. Шымкентке қайттық, болды. Оны даже бір ойын ойнаған жоқпын мен. Мен просто сол Спартаны құрылып атқан кезде сол командаға жаңағыдай шақыртылып, давай бірге ойнаймыз, не деген сияқты бір моменттерінде болдым. Так бірге ойнап. Орыс тілінде ойнауың керек болды. Сол қиыны сол болды. Еще арасында бір 2 прикол ма, 2 шутка дема ойнау керекпін. Сол орыс тіліне дайындалып, бірақ қалай ол кезде негізі сәл орысшам түгелдеу еді. Бертін келе біз енді Шымкентте андай ғой, орысша сөйлейтіндер өте аз. Өте аз. Енді почти мысалға 90% халық қазақша сөйлейді текше бір-бірімен. Байқадым. Мен анау осы күнге дейін 3-ші этажда тұрып келгем. 5-ші этажда орыс көршім бар. Чисто қазақша сөйлейді. Даже бүкіл орыстар қазақша, енді барлығы сөйлемесе де, бірақ қазақша, полный қазақша түсінеді. Сол себепті бізден енді орысшада практика болмағаннан кейін тілің күрмеленіп сөйтеді ғой. Бірақ ол кезде мен айтадым ғой, час без родителей де бізде орысша жүргізетін ек. Жартылай қазақша, жартылай орысша. Сол кезде орысшам түгел тұғын. Сөйтіп кейін сол Спартаға жаңа барған кезде, енді сол кезде кішкене қиналыңқырап жүргем, қазір мүлдем орысша қиындау. Жақсы түсінем, бірақ сөйлей де алам, но кішкене қиналам. Папаң қайтқан кезде сенің жасың нешеде болды? 17-18-де болды. Енді ержетіп. Ол кезде бала болдың ғой, енді әлі де сезінбеген шығарсың. Әкеңнің кетіп қалғанын жаңағындай бір бәрібір де балалықпен, жастықпен, қазір сағынатын кездерің, шіркін осы қуанышымды көрсе ғой дейтін кездер бола ма? Енді болады, адам болғаннан кейін болады. Бірақ мынандай, мен анау кішкентайымнан бастап тек үлкендердің қасында жүрмше. Жаңағы телеканалда болсын, мысалға қасымда жүргізетін ең кішкентай біріншіден мен болдым.
бірақ қасымда жүргізетін жаңағы балдар қыздар олар қатты үлкен болған жоқ менен, бірақ редакторларымыз, операторларымыз енді тығыз солармен жұмыс жасағаннан кейін олар енді үлкен адамдар кәдімгі. Ол жерде үлкен адамдар болды. Сосын мына жайдарманға келген кезде мысалға менің командаластарым минимум менен 5 жас үлкен. Мысалы дәкеңдердің командасында олардың барлығы менен 10 жас, 11, 12 жас үлкен балдар. Сосын мен кішкентай кезімнен бастап сол үлкен жігіттермен жүргеннен кейін даже класста отырып, ана класстастарыммен әңгімелесудің өзі сәл мен жандай білмеймін, кішкентай балдар отқан сияқты бола ма. Мен кішкентайымнан сәл есейіп қалдым ше. Сосын әкем қайтқаннан кейін мүлдем андай ойларым басқаша болып кетті ғой. Үлкен адамдар ұқсап ойланатын болдым. Қызығушылықтарым да сондай үлкен адамдардың қызығушылығы сияқты болып кетті. Менің құрдастарым жаңағыдай оқуға түсіп, бір ана жерге барып қайту керек, мына жерге барып қайту керек деп жүрген кезде менің арманым жер алып, үй соғайын деген сияқты сондай бір папашқа қайтқан кезде басында әрине қиын болды, өйткені енді ең жақын адам ол әке-шешең болғаннан кейін жаңағыдай кішкене қиын болды. Бірақ ондай бір не болған жоқтандай бір чтоб болды бітті деген сияқты. Менде ой андай болды. Мен енді оға дейін жұмыс істемегем. Әкем қайтқанға дейін жұмыс істемегем. Қаражаттан қиналып ондай болмағам. Біздің енді әке-шешеміздің жағдайы бір күшті болған жоқ. Бірақ жаңағыдай не жейміз, не жеміз де болған жоқ. Енді былай орта есепте, ортадан кішкене төмен болған шығар. Мен енді андай болды. Әке-шешем қатты бір ақша беріп не қылмаса да, менің тапқан кішігірім ақшаларыма тиіспейтін олар. Болды, өзіңе жаратасың, өзің киіміңді ал, жаңа не қалайсың соны аласың деген секілді. Сол кезде әйтеуір бірінші соткамды, бірінші киімдерімді, бірінші киімдер болмаса да, сол кездегі киімдерімді жаңағыдай қыдыратын, ана жаққа барып тұратын ақшамды өзім әйтеуір кішкене Алла қалап сөйтіп тауып жүрдім. Ана тойға шығатынымыз бар. 5-10 теңге әйтеуір. Сөйтіп енді әкем қайтқаннан кейін сол мәселеде қиын болды. Маған андай жаңағыдай енді ары қарап не істеймін? Өйткені енді мен ары қарап анам жұмыс істемеген, әкем жұмыс істетпеген анамды. Содан кейін сол үрдісті жалғастыру керек қой. Ол мамашкада әкем қайтыс бола салып жұмыс істеп кете алатындай шамада болған жоқ. Анам мен әкем өте бір андай тату-тәтті өмір сүрді. Бір-бірін қатты сыйлап, жақсы көріп. Содан кейін мама кәдімгі депрессияға кіріп кетті. Бір 4 жыл ма 5 жылда есін жинады. 4-5 жыл кәдімгідей депрессияда болды. Прям сұмдық депрессияда болды. Сөйтіп, сол жұмыс істеу жағы, қалай жұмыс істеу, не істеу керек бұдан кейін. Дұрыс оқымағам. КВН жалғастырайын десем, командамыз тарқап кеткен. Ұмытып кетті сені. Жол көрсететін адам жоқ. Бір жағдайын сұрап жатқан ешкім жоқ. Деген сияқты да. Яғни алдым туман болып кетті. Сол кезде ғана бір сәл қиналып, ойланып қалған болмаса, былай қиналып, ондай болмаған. Ал, моментами әкең сағынып қалатын кез болады. Ол міндетті түрде болады ғой. Ары қарай 18 жасыңда жұмыс істеп кеттің ба, әлде оқуға түстің ба? Сенде бұл жігіттер көстемесін сияқты қтуда оқыдың ба? Мен басқа бір университетке түстім. Мирас деген бізде бір университет бар. 1 жыл сонда оқыдым. Сосын заочно сол Қазақ-Түрік университеті бізде Шымкенттегі филиал жабылып, тек Түркістанда ғана бар. Шымкенттегі Қазақ-Түрік университет жоқ. Шымкенттегі филиал жабылып, академиялық инновациялық университет, аю деген университет ашылды. Сол жерден аюдың қонжықтары деген команда шықты кейін, тағайлар. Сол аюға мен заочно түстім. Сөйтіп заочно бітіріп шықтым. Оқыған жоқпын, ары қарап жұмыс істедім ғой. Сол себепті де студент кезіңде КВН ойнамадың? Студент кезімде аюдың қонжықтарында бір ойын ойнадым. Өтірік айтпаймын, бір ойын ойнадым.
и то Тағы сол бір. местный жайдарманда. М. Сөйтіп ол кезде уже әжептәуір КВНнен шығып қалғам. Сөйтіп өзім ойыным өзіме ұнаған да жоқ. Содан ары ойнамай қойдым уже. М. Вот содан кейін КВН ойнаған жоқ. Енді әрі қарай кеше Шапағат та айтып жатыр, біз Азамат екеуміз кәдімгідей бизнес партнер ретінде де жұмыс жасадық. Иә, жасадық. Жаңағы қандай тендер арқылы видеолар түсіріп, және роликтер түсіріп, сонымен де айналыстық деп, иә. Ол шамамен сенің жасың ол бір 5-6 жыл бұрын оқиға шығар. Ол 7 жыл бұрын шығар. 6-7 жыл бұрын, примерно. Сол кезде де сен жаңағы кадрдың сыртында жүрдің. Иә. Киноға түсу, бір көріну, бір жерге шығу, ондай ой болған жоқ. Жоқ, ондай ой болған жоқ. Себебі Ондай ой болған жоқ. Ондай ой әлі де жоқ менде. Жоқ, расымен әпші. Мынандай ғой, егер мен понятиемде мынандай. Егер ой болса, адам әрекет жасайды. Әрекет болса, бірдеңе болса, бірдеңе түсесің ғой. Мысалы бізде Шымкентте түсірілетін нәрселер бар, жаңа түсіріліп жатқан сериалдар бар. Жаңағыдай қысқа метражды кинолар бар. Өзіміз де сол кейбір кезде жаңа сюжетный роликтерге тапсырады бізге. Жаңа акимат тапсырады, басқа органдар тапсырады. Сол кезде де мысалға егер желанием болса, не болса, өзімде түссем болады негізі. Менде мүлдем просто желание да жоқ, ой да жоқ. Мынандай сұрақ қояйыншы, Азамат. Қазір көп кішкентай балалар, мысалы, жайдарманның детский лигасы бар ғой. Маған да, мен де команда апарған балалардан, кішкентай балалардың. Өзімнің де қыздарым қызығады да, ойнайықшы, мені көрген, бізге де қызық деген сияқты. Балалардан команда құрып апардым. Көп келеді ата-аналар, бізді қатыстырыңыздар, қызығады жайдарманға. Сен ара жігін ашшы осының. Бала күніңде танылып, бала күніңде КВН ойнап, әрі қарай қызық емес болып кеткеннен гөрі күтіп, жасың үлкейгенде барып таңдау жасаған дұрыс па? Әлде ойнай берсін ба керісінше балалар? Білмеймін, енді менде мынандай болды, жаңағыдай болды. Бала күнімде шынымен ойнап, сосын бір белгілі бір моментте расында қызық емес болып кетті. Бірақ бала күнінде ойнап, или там өлең айтып, или бір кішкентай бір профессия кіріп, сомен үлкейгенде де сомен айналысып, ары қарап дамып кетіп жатқан адамдар да бар ғой, тек мен ғана емес қой, пример. Дұрыс қой. Мысалға, әншілер, кім, Еркеш деген мысалға жігіт, кезінде бала кезінен сол өз өнерге келді, ары қарап ән айтты, дамып кетті мысалға. Бұл жерде пример мен ғана емес қой деп жатқаным ғой. Мен енді не айта аламын? Желание болса, ол бәрібір ол сіз запрет қойғанмен де ойнайды мысалға. Жаңағыдай, ол бәрібір әйтеуір керісінше желаниесі болса, беру керек сияқты наоборот баланы. Ары қарап, енді ары қарап Құдайдың қалауы болады ғой. Жалғастырамын. Азамат та 4 баланың әкесі. Мен сенімен қазір сөйлесіп отырсам да, мен көз алдымда ақ костюм киген Азамат бәрібір. Иә, білмеймін, мен оны, немесе анау вы не имеете права, я малолетка деген әзілді айтатын Азамат. Мен никак басқа Азамат елестете алмаймын бәрібір. Сөйткен кішкентай Азамат қазір 4 баланың әкесі, иә. Өзіңнің балаларың үлкені нешеде? Үлкені 8-де. Ұл қыз? Қыз. Ол бала шағаң ойнаймыз, КВН, қызғамыз десе, қолдайсың ба? Өз басым қолдамаймын. Бірақ жаңағы қинап жібермей де қоймаймын. Бірақ айтам, керек емес деп та. И айтып та жүрмін. Кейбір үйтейік, там Инстаграмға бірдеңе түсірейік, бірдеңе былайық. Менің 3-ші қызым андай. Ой, кәдімгі қатты андай. Өзің ба? Активный. Өзім болғанда мен бір қатты активный болмағам негізі, айнапша. Мен просто өте послушный бала болғам ғой. Мысалға дәкең келеді де маған, Азикон үстіп ойнат дейді. Тура соны ойнап берем. Жаңа болжытпай. Бүйтіп істе дейді. Тура соны істеп берем. Апылай өзім жаңағыдай үйтейінші мен бүйтейінші деген бір қатты пысықта бала болмағам. Но бұзықта бала болмағам. Өте андай бір. Өйткені мен үйдің 3-шісімін да. Сосын әке-шешем өте андай бір немен өсірген ғой мен. Мейіріммен өсірген ғой. Вообще ұрыспаған, ұру былай тұрсын ше. Қатты сөйлемеген.
и содан кейін сол кісілер қатты сөйлемегеннен кейін мен де тып тыныш өте тәрбиелі бала болып өскем. Өнер негізі енді ол өнеріңнің болғаны рас қой, сен оны қазір шығарғың келмей жатқанымен де, дұрыс па? Қазір де байқаймын, мысалы кеше съемка кезінде де байқадым, тапсырманы бұлжытпай орындайтыныңды, инстаграмға ролик түсіретін кезде де билегің келмесе де четко билеп беретініңді, ол бәрібір қалды ғой, бар ғой. Айтайын дегенім, сен енді ол өнерді қазір көрсеткің келмесе, ол кезде болды. Ол кімнен ол өнер? Әкеңнен ба, мамаңнан ба? Әкемде де мамамда да болмаған өнер. Бізде әулетте мен әкемнің туған ағасы. И то ол фагот тартады оркестрде. Музыкант. Фагот деген инструмент білесіз ба? Жуан дауыс шығаратын инструмент. Сол кісі президентский, атам ғой, президентский оркестрде ойнаған, неше жыл қазір пенсияға шықты да. Ол Қазақстанның үздік фаготистерінің біреуі. Өзі фагот деген жаңа аспапты көп адам тарта бермейді негізі. Қазақстанда андай да, көп адам тарта бермейді болғанда мамандары өте аз. Мықты мамандар. Бірақ сол мықты маманның біреуі да атам. Бірақ жаңағыдай бір әзіл айтып, атам керісінше өте серьезный, вообще артық ауыз сөйлемейтін кісі да. Ал білмеймін, енді ата бабаларым ішінде болғанды да бір. Енді арап қан қуалап келді деген мәселені қарастырып атсақ, болған шығар. Ал білмеймін, ары қарап. Жақсы. Жаңа жігіттер мен жаңа дей берем ше мен. Командадағы басқа жігіттермен сұхбаттасқан кезімде түсінгенім, мысалы Шапағат өзінің фанаткасына үйленген. Фанатка дегенде енді таныған КВН-ші рет. Плюс-минус Айбектікі де сондай, жарайды, Ералаштікі танымаған екен. Сен қалай таныстың, қалай үйлендің, сені көрген кезде бұрынғы сол ойыншы екеніңді білді ма ол? Көрген кезде білген жоқ, бірақ кейін білді. И мен андай көп жүрмедім. Кейбір болды, жылдап, 3 жыл, 4 жыл жүріп үйлем. Мен таныстым. Сосын бір-екі апта араласып жүрдік. Сосын кішкене уақыт араласпай кеттік. Сосын қайттан жолықтық та, болды үйленеміз дедік, тез үйленіп кеттік. Болды. Ол қалай, бір көргеннен ғашық болу ма ол? Енді ғашық болу деп ғашық болу деген понятие қандай сіз үшін? Жаңағыдай өліп, осыған үйленсем, үйленбесем болмайды деген сөз жоқ, ондай емес. Симпатия болды, келісім болды. Мен жаңағыдай үйленбей атып, ертең үйленгеннен кейін нандай болады примерно. Осыған егер келісетін болсақ, давай үйленейік деген сияқты әңгіме болды. Ол кезде сен намаз оқисың ғой? Солай ма? Ол кезде иә. Қашан келдің жалпы намазға? Намазға ма? Мынандай ғой Зәрнәпше. Мен сол бір 7-8 жастарымда ғой примерно. 7-8 жас. Мен айтып отырмын ғой, үйде үшеуміз деп. Менің алдымда 2 үлкен әпкем бар. 2 әпкемнің, то есть ең үлкен әпкем мектепті бітіріп, бізде Шымкентте Қазақ Кувейт деген университет бар. Сол Қазақ Кувейт деген университетке түседі. Сөйтіп, олған дейін ислам деген понятие жоқ тұғын бізде үйде. Бірақ бар жаңа, біз мұсылманбыз просто. Енді қазақта бар ғой, қазақ мұсылман деген ұғым бар. Бірақ ол мұсылманшылық не деген сияқты, ондай зерттеу, ешқандай ондай не жоқ. Ол енді өзіңіз ойлаңыз, примерно қай жылдар? 98-99 жылдар. 2000 жылдар да. 2000 жылдар исламды ойлау деген сияқты мүлдем, ол не только біздің семьяда, почти 100% семьяда жоқ еді ғой. Сөйтіп Қазақ Кувейт университетке түседі әпкем. Содан кейін 1 жыл оқиды, 1 жылдан кейін әпшем намаз бастайды. Одан алдын жаңа мектепте оқып жүрген кезде әпкем өсір қиялдау еді, үлкен әпкем. Анда қысқа киініп, андай бұзық қыз да емес, бірақ өзімен өз қиял сондай қыз тұғын. Сөйтіп бізде 65-ші мектепте оқыған, 65-ші мектепте араб тілден сабақ береді. Араб тіл деген пән бар тұғын. Өз әр мектепте бір тілдер бар еді ғой. Сіздер Алматыда білмеймін, Шымкентте. Бір мектепте французский, мысалы кейін 8-ші мектепте оқыдым мен.
сегізінші мектепте дополнительный тіл французский и немецкий тұғын. Екеуін біреуін таңдайсың да. Английский плюс қосымша или французский или немецкий. Бір мектепте де жаңа арабский. Біздің мысалы 65 мектепте қосымша тіл араб тілі еді. Сол кезде мен әпшем араб тіл таңдаған. Сөйтіп араб тіл ұнап қалған оған. Сөйтіп мектеп бітіргеннен кейін именно араб тілді оқығысы келгенде іздейміз, соң қазақ Кувейт деген университетке түседі. Ары қарап араб тілі оқимын деп. Сонымен араб тілді оқиды. Бір жылдан кейін әпшем ұзын кие бастайды. Сөйтеді намаз оқып кетеді. Сонымен бір жылдан сәл аса уақытта уже әпшем орамал тағып сөйтіп и сол кездерден бастап жаңа келесі екінші әпшем и мені жаңа үлкен әпшем күнде түнде өзінің алдына отырысып қояды да бізге уағыз айтады. Сөйтеді да еще уағыз айтқанда да андай ғой. Енді ол келеді де естіп келгендерін айтады ғой енді. Тек қорқынышты уағыздар айтады екеуміз күнде түнде жылаймыз отырып ше. И сол кезден бастап жаңа намаз оқу керек, ораза тұту керек деген понятие сол бір 7-8 жасымда келді ғой. Өйткені мен 9 жасымнан бастап уже ораза ұстадым ғой. Намаз оқып, бір толық намаз оқып кеткен жоқпын. 9 жасымнан бастап толық ораза ұстадым. 9 жасымнан басталған оразаны Аллаға шүкір әлі күнге дейін үзілген жоқ та. Бірақ жаңа көз тимесін. Жаңа дей беріңіз. Бірақ көз тимесін балалар айтып жатыр ғой жаңа. Іштік те кезінде басқа да қылдық. Олармен жүрген кезде ондай бұзықтықтарға бармадың ба? Ішкен жоқпын олармен жүрген кезде. Сол андай ғой. Зарина әпше негізі менің көп нәрсеге қызықпайтыным, көп нәрсеге бүйтіп неше деп қарай салатыным жасыз айтасыз ғой. Неге өкініш болмай ма? Или там анан жаңа қойып кеткеннен кейін неге андай болды? Андай болды. Көп нәрселерге тосқауыл да болған. Жаңа қызықпайтыным да себебі ол ислам ғой негізі. Жаңағыдай әпкемнің уағыздары бар. Сосын әпкемнің уағыздарынан кейін бермен келе кейін біздің діни басқарманың өзінің ұстаздары бар. Сол ұстаздардың уағызы ютубтан жаңағыдай көріп, өзімнің бір оқитын кітаптарым бар, нелерім бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірі бар, оқып. Сонымен более мына өмірге кішкене андай бір жеңілдеу қарайтын болдым ау деймін. Содан кейін де бір өкініш жоқ, реніш жоқ. Іздеген осознанный, проработанный, прокачанный адамсың. Психология жағынан ол деген. Ол жақсы ма? Әрине. Мүмкін жақсы шығар. Бірақ өзіме жақсы. Өзіме исламмен өмір сүру өте оңай ғой негізі. И әр адамға кеңес беремін ше. Неше жасыңда үйлендің? 25 жасында үйлендім. Келіншегің де орамалда намаз оқиды. Келіншегім де намаз оқиды, орамалда. Үйленген кезде сондай болды ма? Жоқ, үйленген кезде ондай болған жоқ. Мен андай болды, мен орамал тағатын, намаз оқитын қызға үйленем деген ниетім болды. Ой болды, мен тек сондайға үйленем деп. Бірақ ойыммен Алланың қалауы сәйкес келмеді. Бірақ жаңа айтып алдым мен сразу. Мен намаз оқимын, менің үйімдегілер намаз оқиды. Сен бірақ түбінде орамал тағасың Құдай қаласа, бірақ қинамаймын деп та. Өзің түсініп, осы кезде екен ғой менің уақытым деген кезде, мен енді чисто орамалдың пайдаларын, жақсы жақтарын айтып жүремін саған. Но қазір тақ, или там ертең үйге келіп тағасың деген сияқты ондай айтпаймын. Бірақ түбінде ол өте жақсы нәрсе. Түбінде тақсаң қатты риза болам деп сөйтіп қана. Өйткені енді бізде дінде қинау жоқ негізі. Ол қинап кіргізсең пайдасы жоқ. Ол ертең шығып кетеді деген сияқты, или тастап кетеді деген сияқты қауіп бар да. Сол себепті жоқ, Аллаға шүкір, кейін үйленгеннен кейін өзі орамал тағылды, намазын оқылды. Киноға қарай алсақ, кино түсірілді, Алматыдан команда барды, сен басы қасында админ группада жүрдің, дұрыс қой. Бізде енді мен бәріне сөйтіп айтып жатырмын ғой, бұл жерде команда ортаға кино түсіреміз деп ой тастаған, кейін кім қай жерде мықты бөліп алып болды істеп кете берген жігіттер солай ғой. Сондай болған шығар,
Енді жалпы бұрында Шымкентте де съемкалар болады. Алматылықтар барған кезде бір айырмашылық байқадың ба? Қалай ғой, түсінбедім. Шымкентте де съемкалар болып тұрады ғой. Иә, Кинода түсіріледі, иә. сериалда түсіріледі. Оның басы-қасында болдың. Алматылықтар біз барып, жаңа съемканы бастаған кезде көріп бір айырмашылық Разница, сезіндің ба? ой, көп, Мгм. өте көп. Енді жер мен көк деп айтпай ақ қояйын, бірақ өте көп. Мгм. Бізде Шымкентте не көп, жаңағы талантливый балдар көп. Операторлар болсын, режиссерлар болсын, Мгм. актерлар болсын, сценаристтер болсын, жалпы негізі Шымкентте талантливый адамдар көп, өте көп. Өнерге жақын деген секілді. Бірақ бізде жаңа профессионал адамдар аз да. М. Сол себепті андай болды да, бізде или мүмкін бюджет аз шығар. Енді Алматы мен Шымкентті салыстыруға келмейді, өйткені Алматы қайда дамыған қала, үлкен қала, қаражат, бюджет көп қала. Біз енді Шымкент бәрібір кішкене бұл жерде шешетін, менің ойымша, мен разница көрдім тек қаражатта ғана. Қаражат болса, мощный команданы Шымкенттен де жинауға болады. Или там Алматыдан деген секілді да. Профессионал команданы көрдім, Алматыдан келген, өте күшті, жұмысы күшті, маған қатты ұнады. Енді Шымкентте мысалы Алматыдан қанша 35 адамдай келді деймін бізге. 35-40 адамдай келді. Шымкентте тура сол 40 адамның жұмысын бір 4-5 адам істеп жатыр ғой. Енді 40 адамның жұмысын 4-5 адам істегенде ол бәрібір мықты жұмыс болмайды ғой. Сол разница сода. Қызығушылық оянды ма? Бір ары қарай кино түсірсек, дамытсақ осыны деген сияқты. Қызығушылық жоқ, киноға деген қызығушылық ол баяғыдан бар менде. Түсуге емес, жаңағыдай жұмыс істеуге көп, маған қызық, процесс қызық. Өйткені мен Шымкентте жүріп бір үлкен бір 2 киноның басқасында жүрдім. Қандай несінде болдың, должностьсында? Мынандай екен ғой, зәрнәпше негізі. Мен осы алматылықтар келген кезде түсіндім. Бізде жаңағыдай Алматыдан келдім, директор площадки, ол өзі бір бөлек екен. Администратор деген, ол өзі бір бөлек, и то администраторлар екен ол. Жаңа локация іздейтіндер бір бөлек екен, художниктер бір бөлек деген сияқты екен да. Бізде Шымкентте сәл алдап қояды екен ше. Маған сен негізі жаңа администраторсың дейді да. Все деймін да мен. Маған қызық анау процесс. Сөйтемін да, көп адам жұмысын жасайды екен ше. Рас көп адам жұмысын жасайды. Администраторда болсын, ана локациясын іздейді екен. Жаңағыдай арасында актерларын да тауып береді екен, ананы біраз нәрсе істейді екен. Бірақ бір жағынан күшті тәжірибе екен да ол. Өйткені мен алматылықтар келген кезде соны біліп отырмын да уже. Мен мынаны істеп көргем, ананы да істеп көргем, мынаны да істеп көргем деген сияқты. Келесі фильмде өзім директор площадки немесе атқарушы продюсер бола аламын деп ойлайсың ба? Менің понятиемде андай, адам істеген, адам істейді деген. Бірақ келесі фильмде менен жақсы істейтіндерді жалдаймын ау мен. Егер сондай жағдайым болып жатса да, лучше сол дұрыс сияқты. Әр нәрсені өз маман жасаған дұрыс сияқты да. Но бірақ мен сол жалдаған адамның жұмысын біліп тұрғаным, ол мен үшін артық емес сияқты да. Бір істеп көргенім, хотя бы кішкене хабарым болып тұрады дейді. Келесі жолы ешкім алдай алмайды да меніңше. Негізі администраторға мынандай істейді деп айта алмайды да. Тұра, администратор тек мынандай істейді деп айтып отырады. Негізі енді, үлкен кино, қаражат бөлінгесін, профессионалдар барды, сұмдық 5-6 адам бір департаментте, бардық қой. Бірақ осы жерде мен шындықтың бетін ашайыншы. Бізде Алматыда да түсіріледі. 4-5 адамдық кино демей қояйын енді. Сериалдар, кішігірім проекттер, 8 адам болып сериал түсірген кезіміз болған. 12 адам болып ситком түсірген кезіміз болған деген сияқты да. Онда бізде де болады. Ол беріліп жатқан бюджетке байланысты. Сол жаңа ақшаға байланысты. Ол соған байланысты. Сосын енді не сұрайын дедім? Кинода
бірінші сценарийдан бастайықшы. Кино жазылып басталған кезде шамамен идеяны түсіндің ғой, енді мағынасын, иә. Иә. Ұнады ма сол кезде, көңіліңнен шықты ма? Шынымды айтсам, идея қатты ұнамады маған, Зарина әпше. Мгм. Идея қатты ұнамады. Неге? Өйткені бір көп киноларға ұқсап кеткен идея сияқты болды. Бірақ жаңағыдай бір кісілер енді жоқ, осы бағытта жұмыс жасаймыз деді. Сосын біз хорошо дедік. Неге? Өйткені әр адам қателеседі ғой. Мен ойладым, мүмкін мен қателесіп тұрған шығармын. Мүмкін действительно маған ұнамағанымен ол халыққа может таза керегі осы шығар. Давай, хорошо, сценарий жазылып көрейік ары қарап деп. Сонымен жоқ, кейін сценарий жазылып толық уже біткеннен кейін көзқарас өзгерді. А так басында ұнаған жоқ. Сенің сомдаған образың. Ол фильмде сен Ералаштың кейіпкерінің көршісін. Иә, көршісі. Бір құпияны ашайыншы. Азаматтың жарын ойнайтын адамды ұзақ іздедік. Да? Иә. Неге ма айтпаңдар, өзім таба алатынмын. Білмеймін ғой, негізі көп варианттар болды. Маған ұнайтын бір нұсқа болған еді. Еркетайдағы Динара, өзіміздің КВН ойнаған. Мен ұмытып қалғам ше. Зарина әпше көп нәрсе ұмытып қалғам. Сен білесің ба, мен негізі КВН ойнаған? Жоқ, сені білем. Сен командада қай сені командада білем. ойнадың? Ұлдар емес. Болды, шүкір. Иә, қыздар емес дейін деп отырмын. Ұлдар емес те сені білем. Сосын ұзын қыз бар еді ғой. Перизат. Перизат. Атын білетін неге? Қазір ұмытып қалдым. Перизат екеуіңді жатқа білем. Неге? Өйткені мен финалға барғам. Анау Айса. Иә. Сол кезде. Сол кезде енді Айсаның жігіттерінен кешірім сұрайым. Бірақ енді шындығымды айтайын деп отырмын. Сол кезде сендер прям өте мықты ойнадыңдар. Рахмет. Расы. Мен сол кезде сол жерде залда отырдым өйткені. Көруге бар. Иә, көрдім. Жоқ, просто жаңа ұмытып қалыптым деп жатсың ғой, танымаймын. Жоқ, шынында ұмытып қалғам. Андай ғой, кейін осы балдар көрсетеді ғой, осы көз балдармен қасында жүріп, үлкен бір жігіттермен кездесіп қаламыз ғой, амандасып, сен таниды бәрі? Жоқ, бәрі таниды деп енді Брэд Питт емеспін ғой мен. Бірақ андай танылышады да, мысалы, Азикон таныма, осы бая кішкентай болма деген сияқты. Сен мына жеріңе ана фотоны жабыстырып қою керек. Сөйтті, Азикон сен таныдың ба дейді, кешіріңіз деймін. И көп кешірім сұраймын ғой, сөйтіп ше. Натуре баяғы адамдар көбісін танымайды екенмін ше. Енді білмеймін, может сол кішкентай кезімде ғана көргеннен кейін уже бермен келе көрмей кеткеннен кейін шығар. Көп баяғы КВНщиктерді танымай қала беремін. Жалпы, иә, сенің әйелің рөлін ойнауға актрисаны ұзақ іздедік қой. Көңіліңнен шықты ма табылған актрисаны? Күшті екен, ойыны мықты екен. Тандем бірден жараса кеттіңдер ма, таптыңдар ма бір-біріңді? Енді білмеймін енді оны, Зарина. Оны сырт көзі не қылатын шығар, шешетін шығар оны. Ой, күшті, жаңа мықты ойнап шықты деп айтамын мен. Ертең шығып, Құдай қаласа, аман есен шығып, сосын халық көріп, содан кейін айтып бағасын бермесе, өзім айтамаймын. Өзіңнің ойнағаның көңіліңнен шықты ма? Жоқ, шықпады. Неге? Білмеймін. Ана бір көршісі маған мүлдем жарасып тұрған жоқ сияқты. Неге? Білмеймін. Жоқ, мынандай болады, WhatsApp-тан біреуге сообщение жіберген кезде қайтып өзің даусыңды тыңдайсың ба, Зарина? Сол кезде даусың ұнай ма? Иә. Қойш? Иә. Бірінші адам көрдім даусын. Маған жалпы өзімнің даусым ұнайды өзіме. Мен КВН-ге негізі первый голос болып алынғам. Кезінде мәнерлі болып. Онда сен исключение. Мен просто көп адамды сұраймын. Жаңа ұнамайды өзім даусым. Тұрысына сияқты өзім ойнап. Мен ана баяғы КВН-дерімді көремін ғой, ұнамайды өзім ойнаған. Шын айтамын. Кәдімгі ұнамайды. Ана бала вообще ұнамайды маған. Кішкентай бала ақ кәсіп шалбарды. И көп КВН-дерді ұмытып қалғам, Зарина әпше. Бір-екі ғана ойнағандарым есімде да. Қалған бәрін ұмытып қалғам. Қазір салынып жатқан архивтарды көрген кезде бір андай күлесің ба, ана мысалы я малолетка деген салдық қой. Күлгенде күлмеймін. И жұрт қалай күлді деп ойлаймын. Жоқ, рас. Бірақ енді сол кезде күлгілі болған шығар енді сол. Өйткені мен қазір жайдарманды көріп тұрамын арасында. Қазір жайдарман күшті ғой.
андай шуткалері күшті андай ойындары балалардың қыздардың деген сияқты. И сонымен салыстырамын да мен қазіргімен ана баяғы өзіміздікінше бізге қызық емес қана. Сен просто қазіргілермен ойнауың керек едің ғой негізі тағайлар. Мен мысалы қазіргі возрастта Негізі сен ана ерте кезде ойнап қойдың. сондай болып кетті. И сосын бір жаманы андай ғой, мен көз тимесін балалармен ойнағаннан кейін, дәкеңдермен ойнағаннан кейін мені бәрі андай қылып көреді уже. Легенда ма? Жоқ, легендадан бұрын осылармен қатар адам қылып көреді. Сөйтті мен өзім құрдастарым мен өзімнен ұялып тұрады, андай тартынып тұрады. Маған біртүрлі сол же. Негізі кішкентаймын десейші. Негізі солармен жас балдарым ғой мысалға. Мен әңгімелесіп кеткім келеді олармен. Кәдімгідей бүйтіп. Олар ана бүйтіп тартынып тұрады же андай. Енді легендарный командада ойнағаның. Содан кейін шығар жаңағыдай енді. Бір ойын ойнап, біз солардан ертерек ойнағаннан кейін тартынып тұрады да. И біртүрлі де сол. Қазіргі Мынандай ғой Зәрнәпше. Мен үлкендермен араласамай қалдым. Расты олар мені кішкентай қылып көреді. Өзім қатарларыммен араласамай қалдым. Олар мені үлкен қылып көреді. Түсіндің ғой мені? Түсіндім. Вот сол. Содан кейін сәл андай пофигистеу адам болу керек болды да. Түсінікті. Қазіргі командаларды көрем, жайдарманды қараймын деп жатсың ғой. Қайсы бір ұнайтын команда бар ма? Осылар міне. Көп. Тура осы мынау последний жайдарманды көріп отқан жоқпын ше. Шынымды айтамын. Қазір уақыт жоқ. Уақыт жоқ. Енді соңғы Ал көргендердің ішінде. соңғы көргендердің ішінде мен мынау қыздар емес деген команданы көрдім ғой. Последний чемпион болған. Сұмдық мықты. Өте мықты. Оның алдында енді біздің Шымкенттің КВНщиктері тоже мықты. Байдың балдары өте өзіндік сезім. Сосын біздің Жетісайдың балдары өте мықты. Марат Нұрсұлтандар сұмдық мықты. Так, одан кейін миллион. Олар енді мойындамасқа болмады, ол бәрін амал жоқ мойындайды бәрі. Олар тоже өте еңбекқор балдар. Өте андай ауызбіршілігі өте мықты балдар. Мен сұмдық жақсы көретін балдар. Так, сосын анау последний кімдер ұнайды? Ана 3 бала шығып жүрді ғой. Рудный. Жоқ. Ана Тараз жақтың балдары. Жуалы. Жуалы. Жуалыға біраз. Солардың ойындарын күтіп қалған кездерім болды. Сол последний КВНщиктер солар ұнайды. Әңгімеңе қазіргі ойнап жүргендер бір риза болатын болды, өйткені үлкен КВНщиктердің қайғайсы болмасын. Жоқ, мен жайдарманды. Қазіргілер деп бастайды. Жайдарман мынандай ғой, Зәрнәпше, Инстаграм жоқ, өзің ашып бердің ғой осы жақында. Оғанда бір қарқып кіріп жатқан жоқпыз. TikTok, Инстаграм дегенге мүлдем қызықпаған екенмін. Жаңағыдай, білмеймін, ана бір андай деп те айтпаймын. Ой, маған бір пайдасыз ол, или там менің уақытымды алып қояды деген просто қызықпағам. Сол Инстаграм деген шығыпты міне деп сол көздері бір ашпағам деген сияқты. Енді Инстаграм, TikTok ондай болмағаннан кейін ютубта жайдарман көрем, футбол көрем, сосын арасында уағыз көріп қоямын, ұстаздарымыздың уағыздарын. Барлығына қойған сұрақты саған да қояйын. Өмірде сені өкінбеймін деп айтып жатсың ғой, дей тұрғанмен осыны қайтадан мүмкіндік берсе қайталамас едім дейтін бір жасаған қателігің бар ма? Ондай көп қателік. Мысалы айтпай ақ қойшы, бірақ рас андай ғой, жамандау әдеттеріңді айтпай қойыңдар дейді да. Қатты жаман ба? Енді қатты жаман деп, жаман әдетсіз демей, енді жалпы күнә жасамаған адам жоқ қой. Күнә жасамайтын да адам жоқ. Бірақ енді оны бір саған қазір жариялап отпай қойын деп жатқаным ғой. А так ондай моменттер көп. Жаңағыдай, келесі вариант болса осындай істемейтінім деген нәрселер көп қой. Но бір қатты салынып өкінбеймін де. Өйтпеу керек еді ол маған.
егерде үйткенде мынандай болатын еді дегенде бір өкініш жоқ. Аллаға шүкір, өмірім кайф ше мен. Шын айтам, зәрнәпші күшті. Шүкір. Ұнайды өзіме. Қандай өмір сүресің тағы да десе, тура осындай өмір сүретін тағы. Шүкір Аллаға, жақсы бәрі. Жақсы, рахмет. Не дейміз енді? 22 қаңтардан бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан «Көз фильмін көріңіздер. Дәл қазір мен қасымда отырған азамат сол фильмде рөл сомдайды. Не айтасың? Келіңіздер. Күтеміз сіздерді, Құдай қаласа. Келіңіздер, әділ бағаларыңызды беріңіздер. Бізді қолдаңыздар. Біз алғашқы КВНщик болғанмен киноны ең соңғы қылып түсірдік, по-моему, бәрі түсіріп болғаннан кейін түсірдік. Сол себепті кинода біз дебютантпыз. Келіңіздер, көріңіздер, бағаларыңызды беріңіздер.